Теке осы Қытайдың маркетплейстері бар ғой. Pinduoduo, Temu, Taobao дейді. Осылардың бір-бірінен бір айырмашылығы бар ма? Қайсысын аламыз өзі? Әркім әртүрлі нәрсені айтады. Кімге сенеміз? Не айырмашылығы бар? Жалпы бір нәрсе жақсы болу үшін міндетті түрде екінші нәрсені жамандаудың қажеті жоқ. Немесе тек қана біреуіне қадалып қалудың да қажеті жоқ. Әр қайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мысалға Pinduoduo тауарларына өте тиімді жеңілдік жасауымен бүкіл әлемге танымал. Сізде өтімді тауарды арзан алғыңыз келсе, осы Pinduoduoдан аласыз. Ал Temu тегін жеткізумен ерекше. Егер сіз доставка төлеуіңіз келмейтін болса, Temuдан тауарларыңызды ала бересіз. Ал Taobaoда табылмайтын тауар жоқ. Басқа жерде кездесе бермейтін брендтерді, өте сирек кездесетін, түсіңе де кірмейтін заттарды Taobaoдан табасың. Қытайдың осы платформалары осы ерекшеліктермен өте қолайлы болғандықтан 2000 жылдардың басында Американың платформалары Қытай нарығын жаулап алса, оларды қазір сырып тастап, керісінше Америкаға кіріп, Амазонның аузындағысын алып қойды. Әлемдегі адамдардың әртүрлі қажетін қанағаттандырғандықтан осы деңгейге жетті. Сіз де қажетіңізге қарай қалаған платформаны пайдалана беріңіз. Ал біз Жаңа Пост компаниясы сол заказдарыңыздың кез келгенін сізге жеткізіп береміз.